Динамика бөліміне келген бір есепке талдау жасаймыз. Әрине, есепті көрмей тұрып, каналға тіркеліп, досыңызды бөлісіп, лайк, комментарий, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Біз басаймыз, кеттік. Динамика бөлімінен келген бір есепке талдау жасаймыз. Қараңыздар, бізге айтады, суретте денелердің массалары бірдей және әрқайсысы 5 килограммнан берілген екен. Әрқайсысы 5 килограммнан. Жүйенің көрсетілген бағытта 4 метр секунд квадрат үдеумен қозғала алу үшін жазық бағытында қандай күш шамасы әсер ету керек? Яғни бізге F тау керек. Чтобы ол үдеу неше болу керек? 4 метр бөлінген секунд квадратпен қозғалу үшін дене. Демек, біз не істейміз? Әрине, Ньютонның екінші заңын жазамыз. F тең ma деген форма жазып аламыз. Осы жерден бізге табу керек F-ті. Солай ғой. Ол үшін қараймыз. Төмендегі дене 5 килограмм төмен қарай 50 ньютонмен төмен қарай әрекет жасайды. Бірақ денені жоғары тартып жатыр. Сол үшін осыны 50 ньютонмен күш бір-біріне. Динамика бөлім бойынша деңгейіңізді толық қалыптастырғыңыз келсе, біздің авторлық динамика кітабымызды алуға кеңес береміз. Ішінде бізде 400-ден аса есеп шығару жолымен 200 есеп жаттығу видео сабақ қамтылған. Тапсырыс беру үшін төмендегі сілтемеге өтіңіз. Бұл реклама, жалғастырайық. Қарсы бағытта. Демек, F азайту. Так, мына бетті бүйтіп жазайық. F азайту 50 тең болады. Екі дененің массасын қосамыз. Яғни, M1 қосу M2 жақшан сыртында үдеу. Демек, осы жерден біз F-ті табатын болсақ, екі дененің массасын қосындысы бізде нешеге тең болады? Әрине 10-ға тең болады. 10 көбейту бізде үдеу 4-ке тең және қосамыз 50. Нәтижесінде F тең болады екен, 40-қа 50-ді қоссақ 90 ньютон. Яғни денені 90 ньютон күшпен тарту керек екен. Яғни бізде D нұсқасы болады. Сіздермен динамика бөлімінде келген бір есепке талдау жасадық. Сіздер үшін пайдалы болды деген ойдамыз. Біздің каналға тіркеліп, досыңызды бөлісуді ұмытпаңыздар. Және комментарийға пікір қалдырайық достар. Келесі түсіндірме видеода жолыққанша.